Türk tilin үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үй жабдықтары. Tabak, Тәрелке, kase, тостаған, fincan, кесе, kupa, сапты аяқ, bardak, стақан, fincan tabağı, табақша, çatal, шанышқы, kaşık, қасық, çay kaşığı, шай қасық, yemek kaşığı, ас қасық, bıçak, пышақ, tereyağı bıçağı, май пышағы, yemek çubukları, таяқшалар, peçete, майлық, servis altlığı, тәрелке төсемі, masa örtüsü, дастархан, tencere, қазан, tava, таба, kızartma tavası, қуыру табасы, sos tenceresi, кәстрүл, kapak, қақпақ, su ısıtıcısı, су қайнатқыш, demlik, шәйнек, sürahi, құман, tepsi, науа, servis kasesi, ұсынатын тостаған, servis kaşığı, ұсынатын қасық, kesme tahtası, кесу тақтайы, soyacak, қабық аршығыш, rende, үккіш, çırpıcı, бұлғауыш, spatula, қалақша, kepçe, ожау, maşa, қысқыш, ölçü kabı, өлшеуіш стақан,
Ölçü kaşığı. Өлшеуіш қасық. Süzgeç. Süzgüç. İnce süzgeç. Елек. Fırın tepsisi. Pісіру табасы. Fırın kabı. Pісіру ыдысы. Karıştırma kabı. Араластыру тостағаны. Oklava. Оқтау. Fırın eldiveni. Пеш қолғабы. Önlük. Алжапқыш. Mutfak havlusu. Ас үй сүлгісі. Tuzluk. Тұз сауыт. Biberlik. Бұрыш сауыт. Kavanoz. Банка. Konserve açacağı. Консерва ашқыш. Şişe açacağı. Бөтелке ашқыш. Servis kasesi. Tencere. Servis altlığı. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.